сендермен емсе. Бүгін мен өзімнің көптен күткен выживаниямды бастайтын болдым. Енді ол выживанияның атын мен қауіпті әлем деп қоям, себебі комментарияға бір дос бала жазып кетті, сөйтіп қойды. Енді неге қоймасқа деп шештім. Енді біз мына Майнкрафттың керемет мирында келгенде уже деревня тауып алдық. Енді қазір кузница тауып көрейік. Әзірше кузница көріп тұрған жоқпын. Және де бұда неше түрлі модтар бар, керемет модтар. Өзім қосқам. Так, көрейік. Оппа, кузница тез тауып алдық. Сундығында не бар екен? Нормальный заттар. Обсидианға толы екен. Обсидиан. 10 обсидианға негізі уже портал жасауға болады. Бірақ мен әзірше жасамайым. Енді қазір біз не істейміз? Ең бірінші ағаш тереміз. Так, мынау қалмай деп тұр екен. Нормально. Әтсем легкийге тұрмады, ойлы қылдым. Қазір біз ең бірінші ағашты сүргіт етіп алайық. Мен негізі Vein Miner деген модты қосқам. Қазір көреміз ол. Істейме екен, істемейме екен. Так, өзімізге верстак жасап, балқы жасайық. Иә, бұлай. Оппа. Енді Vein Miner деген мод істейме көрейік. Ал кеттік. Иә, достар, Vein Miner деген мод істейді. Енді қазір мен осылай кейбір кішкене көп ағаш жинауға тұрсам, оған дейін мен қоза қоям. 1, 2, 3. Мінеге достар, мен өзіме керекті нәрселер жинап алдым. Міне 1 дуб және 21 дуб тағы. Енді қазір осы жерден біз өзімізге үй салып алайық. Өте керемет қып. Оған шейін заттарды қоя тұрайық. Мен тіпті қарым ашып кетіп жүр. Так, үйімізді қай жерге салсақ болады? Мен қарным ашты, жүгіруге әлім жоқ, достар. Сериозно дейін. Осы жерге бір кішігірім үй саласылайық. Кейін сосын өзімізді кеңейтеміз. Әзірше бір коробка саламау. Иә, коробка саласылайын әзірше. Кейін арқада көре жатармыз. Істейтімізді может шахтаға барып қалуымыз мүмкін. Әзірше мен үйді салғанша мен пауза қоймайын. Или жоқ. Пауза қоймай қойын. Көріңіздер қалай салғанымды. Әтсем негізі выживанияның бастапқы жағы онша қызық емес болады, себебі бәрі біледі ғой выживанияның басында не істеу керек екенін. Сол сияқты әңгіме ғой бұл. Так, өзім бойым 2 блокқа жетеді. Демек маған тағы да 2 блокқа созу керек. Ой, блин. Так, сусайық. Тағы 1 блокқа көтереміз. Негізі осы выживание шейдерсіз болмақ, достар. Себебі көп модтың кесірінен шейдермен қатып. Енді текстур пакпен де ойнаған жақсы деп ойлаймын өз басым. Ала салайық. Проблема бітірмесін. Так, есігімізді примерно мына жерге жасаймыз. Иә. Мынаның қазір полында етемді ойдым, иә, полын. Мына верстак қойып, өзімізге не жасайық? Аты қалайды, лопата. Сөйтіп, тез арада мына жердің бәрін кетіріп тастаймыз. Мінеге достар, осылай дұрыс көрінеді деген ойдамын. Енді қазірше жердің бәрін еттім, енді тезірек есік жасайық. Сразу 3 есік береткен, не керегі бар білмеймін. В общем, бұлай. Мінеке. Өте жақсы көрініп тұр менің ойымша. Сундық жасап артық заттарымыз салып қояйық. Сундық бізге міндетті түрде керек. Алма дегендей. Или қазір мен алманы кесіле алмадым. Бәрі екінші қолға түсе береді. Не екен білем. Алма бізге өте керек нәрсе. Енді қазір мына сажнестарды қоя салайын. Мына қылышты да қоя салайын, обсидиан. Мынау не екен білем вообще өзімде. Енді тезірек кирка алып, не жасауымыз керек. Қалай жүт.
земля алуымыз керек, земля алып, как положено бәрін жасап деген әңгіме ғой бұл жерде. Опа! Ох, ё-моё. Мә. Негізі осы 1.9-дан бастап негізі топорлар мықты. Бар болған 9 орынын береді. Мен байқап отқан шығарсыздар, қолмен қазсам, уже кирка, лопата дегендер автоматически екен. Себебі мен бұған супер майнер деген мод қосқан болатын. Өте керемет мод. Оны читтеп ойлап қалмаңыздар. Мен чит өзім қолданбаймын. Сен де автопрыжокта бәле болды. Өзінен өзі. Ух ты, уголь. Қазір біз әзірше тезірек үйге барып каменный кирка жасап алайық. Каменный кирка өте керек. Ой, блин, мен не сөйтсем палка бітіп қалған ба? Бітіп қалыпты ғой палка. Так, қанша? 4-еу. 16 палка жетеді. И опана, камень. Обновка. Бұл жерде көп неғұрлым көп достижение орындау керек қой бізге. Және қазір қылыш жасап. Достар, базармен. Осы Вейн Майнерстің көмегі осындай да теді. Сіздерге айтқан. Қазір тезірек үйімізге барып факел жасаймыз. Себебі үйімізді освещение керек қой. Ой, блин, но неғып кірмей кетті. Әлде слишком болып тұрма. Енді мен әзірше динамик лайтс деген модты қосқан жоқ. Себебі онымен вообще қатады сияқты ғой. Енді так көрейік. Қылыш жасайық өзімізге. Оппана, қылыш. Енді достар, осы қылышпен біз не істейміз? Барып шошқа, зомби, сондайларды өлтіріп келейік. Мәссаған достар, негізі мен сіздерге айтуды ұмытып, мына жерде қойлар жүр екен, бірақ айтайын дегенім бұл емес. Негізі мен осыған бір күрделі мод қосқан. Қалай не деп ойласаңдар, себебі бұл жерге неше түрлі қиын мобтарды қосады. Кетшейсің бар, сендерге көмектесемесің. Оппа, былай. Кішкене осын жетелдарға көмегім тиді. Сиырлардың бәрін өлтіріп тастау керек. Әзірше тамақ жинап. Бізде мясник деген не орталыпты. Енді қазір тағы да қойларды өлтіріп, менде пока что 2 шерсть. Тағы да қойларды өлтіріп, өзімізге төсек жасайық. Ё-моё, достар. Мына жизньға қарасаңыздар, мына жердегі ё-моё. Слишком қатты қиналып кеткен сияқтымын. В общем, жинағанша тамақ жинадым. Далада монстрлар қаптап жүр өзі. Қазір тезірек төсек жасайын. Керек болады төсек. Сосын пеш жасап, в общем, бәрін орнына қойып қоям. Пеш. Қазір мына пешке барлық тамақты пісіріп, қарны ашып кетті, жеу керек. Қайтамыз енді. Мынау тұра берсін. Мынау садақ түсті, бағана зомбиді өлтірейін. Ой, зомбиді ақ қойсын ма? Скелет. Қазір мен не жасап, қалай жетті ма? Балтан жасап, мына жетелілерден бір нәрсе тонайын. Енді қазір емес, енді қазір ұйықтап алайын әзірге. Оппана, жаттық. Енді бұл выживание әдеттегідей драконды өлтіргенше, немесе барлық достижение орнап біткенге шейін созылады, сіздерге айтқанымдай. Енді әзір біз не істейміз? Сіздерге не деп едім? Мынаны бұлай қоя тұрамыз. Мынаны қойықшы, кетіре сап просто. Қазір біз жетелға барып тонаймыз. Несін тонаймыз десеңдер, өздеріңіз көресіз. Сонымен жетелдер, сендер тонайық. Қалай десеңдер, осы кітаптарды алып. Себебі бұл кітаптар бізге не үшін керек? Әрине зачар ету үшін. Өте керек дүниелер бұлар. Енді қазір тағы да осындай библиотека тауып көрем. Негізі әшейінде 2 библиотека болады. Қазір енді екіншісі тауып көрем. Опа, енді мінекей екіншісіне тауып алдық.
тезірек тонап алайық. Примерно бір қанша бір стак шығады жер кітаптарға. Көреміз қазір қанша кітап шықты екен. 42 тал. Жарайды. Кемде емес, артта емес, орташа. Сонымен достар, қазір біз мына деревнялардан бәрін тонаймыз. Қалайсыңдар, мына нелерін алып алайық, пшеницаларын дегендей. Өзімізге тамақ жасап, өзіміз жаңадан выращивать етеміз. Енді не істейді олар? Құрбысқа тұрады. Кішкене піскендерін алып қалып дейік. Артық болмайды өзімізге де. Аларға да артық. Енді мен енді гопник емеспін ғой. Қайттан орнына ек кетем. В общем, қанша жиналыпты? 39 тал пшеница, 64 деймін семян пшеницы. Осыларды қайтадан былай орнына ек кетем. Сонымен достар, мен үйіме де оралдым. Қазір бізде 64-66 пшеница бар екен. Енді осыдан біз қазір не жасаймыз десеңдер, әрине нан жасаймыз. Хлеб. Кейін енді достиженияға қарайық. Қандай достижение орындалды бізде. Кирка жасалды дейді. Обновка. Программа болған әлі уақыт бар. Так. Не дейді? Убить скелета стрелой с расстоянием более 50 метров. Так, ястик. Размножить 2 коров пшеницы. Оны кейін жасаймыз. Собрать мотыгу дейді. Мотыга жасауды ұмытып кеттім, енді жасаймыз. Нема вообще? Түсінбедім. В общем, мынаны білмеймін, не екен. Так, енді бізге әзірше не жасау керек? Железо. Железо өте керек. Так. Мәні бір ақталғаны қапты. Опана болды. Мынаны бәрін бұлай сала-саламыз да. Біз не қайнатамыз дегенбіз. Так, ой, общем, тамақтарды қайнатсылайық. Артық болмайды. Бәріне, общем, бұлай сала-саламыз. Тамақты да өзімізден бірге аламыз. И болды, достар. Енді қазір мен барып шахтаға барайын. Шахтадан қандай ресурстарды алып келетінді білмеймін енді. Бірақ жақын маңда шахта жоқ сияқты, сондықтан мына жерді қазуға мәжбүр болам. Енді көрем, жердің астынан қазып-қазып нормальный бір шахта табатын шығармын. Кет. Йо-майо, достар, біздің ең алғашқы железамыз. Мәселен, енді көп қазған жоқ, шынды айтсам, азақ қана қаздым. Енді көрейік қанша железа. Так, қайда железа? 9 тал железа, достар. В общем айтқанда, базар жоқ. Міне достар, біз өзіміздің ең алғашқы железамызды қайнатамыз. Енді қазір күте тұрайық, асыға күтеміз. Ең алғашқы железамызды көреміз. Давай, көрейік. Опа, достар, базар жоқ. Ку железа пока деген жаңа достижение орындалды. Енді қазір әзірше күте тұрайық. Блин, ау, кішкене железа тез болса екен. Тез толады деген үміттемін. Базар жоқ. Күн батып баратыр. Ұясына батып баратыр. Мына жерден жақын маңда мен шахта көрмей тұрғанды қарашы. Енді кішкене жан жақты разведать етіп көріп келем ойдың жота. Не бар, чопа-чоғым дегендей. Егер шахта тауып алсам, енді ол мен үшін былай қатты жаңалық емес. Достар, базар жоқ. Мен сіздерді көрсетіп тұрған жоқ. Пещераны көрсетіп тұрмын. Енді келесі серияда сол пещераға біз міндетті түрде барамыз. Ал қазір күн батып баратыр, үйімізге қайтайық. В общем, достар, біз өзіміз кереметті ұйықтап алдық. Күн аяқтан шығып екен, қателеспесем. Енді мына тамақты қоя салайық. Қазір өзімізге бір щит жасаймыз ой. Щит жасайық. Әзірге орай сосын оны щитті қоямыз. Бізге әзірге ол аса қатты қажет емес. Кейін қажет болады деген сияқты әңгіме ғой бұл жерде. Так, не істеп кеттім. В общем, щитті былай жасайды походу. Бәсе. Осылай жасайды, мен айдан анық білген. Есті қойсылар. Опа. Өте керемет щит. Не болды бауырым? Үй. Дың. Достар, өте керемет щит. Бұны қоясылар әзірге орай. Енді қазір біз не істейміз?
өкінішке орай іш пысарлық жайт. Әзірге біз мына шахтаға келеміз ғой. Бірақ жоқ достар, ол уәдемді мен бұзбаймын. Ертең барам дедім ба, демек ертең барам. Қазір мына жан жақты обследовать көріп келейік, общем, не бар екен, қандай жер екен деген сияқты. Так, көрейік. Опа, что-то мен мына жерден көмір көріп тұрған сияқтымын. Тезірек барып көмірді алайық. В общем, достар, біз көмір алдық. Қанша 5 тал көмір бар екен. Тағы да мен мына жерден тағы да көмір көріп тұрмын. Тағы да сол көмірді алайық. Негізі Майнкрафттың бастапқысында бізге көмір ауадай қажет. Себебі барлық осы көмірден басылады. Оппана. Бәрі жиналған сияқты. Қанша 21 тал көмір. В общем, достар, пока что болады 21 тал көмір. Мына жерде ары қарай уже джунгли екен. О, тростник. Достар, база жоқ тростник. Тростникті алып, өзіміз бумага жасап, сосын кітап жасай аламыз. Енді бізге әзірше 40 кітап бар. Бірақ ол, достар, аз. Сіздерге айтайын, өте аз. Себебі, қалай айтсам болады. Негізі көп, қалай жет. Мысалы, қылышты зачарт ету үшін оған неғұрлым көп опыт және де көп кітап қажет болса, онда ол жақсы зачарт етеді да барлығында. Ал егер жай ішен қоясы, өткен каникулдық қожанияда көрген шығарсыздар. Болмай қалды. Опа. Сәбіз. Дилерон морковное приключение деп қалай айтам. Бұл қауіпті әлем. Сондықтан бұл жерде біз хардкорный выживание ол бұл жерде. Барлығын сақ болуымыз керек. Мына шошқа менен қалмайды қой. Келесі жолы әзірге емес енді, бірақ келесі жолы ферма ашсаңыз деп ойдамын. Так. Примерно бір 50 шақты сәбі жиналып бізде. Морковное приключение с Дилероном да. Енді қазір енді үйімізге барайық, көп уголь жиналып. Сонымен достар, мен үйге бағанағы сәбіздерді апарып қойдым. Қазір енді мына песокты қазір кішкене өзіме қазып алайын. Сосын өзіме жақын жерге орналастырып қоямын. Себебі осы песоктың үстіне мен тростниктар деген. Я уже 9 песок жинап. Мына джунгли кішкене кәдімгідей қорқынышты, себебі іште неше түрлі нәрсе жүреді. Әзірше 9 не даты песок. Ады ұмытып қала берем. В общем, үй мына жерге егесінен қазір. Примерно осы жерге. Былай. Ой, блин. Жоқ, былай болса дұрыс. Былай келеді, былай. Иә. И осылай тростниктар дегенбіз. Мінекей. Бұл тростник енді өседі, әлі көбейеді, болашағы мол деп айтып кетсең қалжың айтам. Әзірге орай істейтін түк жоқ, іш пысты. Сонымен достар, сендерге осы серия өте қатты ұнады деген ойдам. Енді өте керемет болды, себебі осы кезде біз 3 күн үстін өткіздік, железо таптық, уголь таптық деген үміттен нан жасадық. Енді пекарня деп айтсам болады кішкене. Енді достар, егер осы серия сендерге ұнаса, лайк қойыңдар, комментарий жазыңдар. Ең бастысы, мені қолдауды ұмытпаңдар. Қош, сау болыңдар.